Жақында Шымкентте қыз алып қашқан видео әлеуметтік желіде таралды. Соған орай қыз алып қашу туралы бірер сөз қозғасақ. Видеоны көрместен бұрын оған лайк басып, арнамызға жазылуды ұмытпағайсыздар. Алдын ала рахмет. Қыз алып қашу Кавказда, Қырғызстанда, Қазақстанда және де Эфиопияда осындай әдет-ғұрыптар сақталған басқа елдерде де кең таралған. Бүгінгі таңда әлемнің көптеген елдерінде бұл заңды неке емес, қылмыс болып саналады. Халқымыздың дәстүрінде бұрын екі жас құда түсу жолымен, яғни әке таңдауымен келісім арқылы қосылған. Дегенмен кейбір жігіттер өзінің сүйген қызын алып қашу арқылы қосылған кездері де болған. Кейде оның арты үлкен жесір дауына айналған. Өйткені ол кезде басы бос қыз бола бермеген. Олар ерте айттырылатын. Тарихтан белгілі болғандай қалқаман мамырды, кебек еңлікті алып қашып қосылған. Әрине оның арты қайғыға ұласқаны белгілі. Абайдың інісі Құнанбайдың оқыған ұлы Халиолла Өскенбаев өзінің сүйген қызын алып қашқан. Бірақ қатал заман шешімі оларды қайта айырып жіберді. Қыз алып қашу қазақтың салт дәстүрлерінің бірі. Зорлықпен үйлену іс тәжірибесі қазіргі уақыттағы Қазақстан аумағында ерте заманнан бастап қазіргі уақытқа дейін сақталған. Шынайы ұрлаудан басқа екі жақтың келісімімен ұрлау дағдысы да қолданылады. Қызды неке қию үшін алып қашу ежелгі әдет-ғұрып патриархаттың қалыптасу уақытына жатады. Қызды алып қашу салты орталық Азия мен Қазақстанда өте сирек қолданған. Әдетте бұл жағдай ата-анасының келісім бермеу кезінде немесе олар тойды жасауды тым созған кезінде іске асырылған. Қазақтың ішіндегі некенің басым түрі әрі қарай қызға қалың мал төлеумен жалғасатын құдалық болған. Қазақтың құқықтық әдет-ғұрпында қызды алып қашудың бірнеше түрі, оларға халықтың арасында түрлі қатынасы кездескен. Егер күйеу жігіт қыздың әкесі құдалықтың шарттарын бұзған, әлдеқашан басы байланған қызды ұрласа, онда бұл ауыр қылмыс болып саналмаған. Бөтен басы байланған қызды алып қашу ауыр қылмыс болып табылған. Кеңестік кезеңде ресми кеңестік дереккөздерге сәйкес Қазақ КСР-ында қызды алып қашу әдет-ғұрпы жойылған. Бірақ шын мәнінде бұл әдет-ғұрып ешқайда жоғалмай, алып қашуға ұқсас келісілген қыздың үйден қашуына өзгерген. Келісімсіз алып қашу және зорлықпен үйлендіру жағдайлары кеңестік кезеңнің соңғы жылдарында кездесе бастап, посткеңестік кезеңде жалғасын тапқан. Әйелдердің құқығын қорғау ұйымдарының бағалауы бойынша Қазақстанда жылына 5000-най қызды алып қашу жасалынады. Бұл әдет-ғұрыпқа қатысты қылмыстық кодексте жеке бап қарастырылмаған. Сол себепті қыздарды еріксіз алып қашу деректері туралы нақты ресми статистика жоқ. Өйткені бұл қылмыс Қазақстан Республикасы кодексінің адам ұрлау бабына жатқызылған. Бірақ бұл жағдай ұрланған қыздың құқық қорғау органдарына хабарлаған кезде ғана қолданылады. Алайда көптеген қыздар осындай тағдырға бойұсынады. Бұған кейбір ата-аналардың ұрлаған қызды кері қабылдамауы да итермелейді. Алып қашуға әдетте күдіксіз қалыңдықтың құрбылары мен таныстары қатысады. Олар оны елсіз жерге шығарады. Одан әрі күйеуі оны автокөлікке күштеп отырғызып, өз үйіне апарады. Үйге келісіммен қалыңдыққа орамал тағылып, мерекелік дастархан жайылады. Жас әйелдер күйеу жігітті мақтай бастайды. Ал оның әпкелері мен әжелері қызды неке қиюға келісуіне иландырады. Үйде қалыңдықты ұстап қалу үшін қазақтарда үлкен кісіні аттап өту күнә болып саналғаннан күйеу жігіттің әжесі тіпті табалдырыққа жатып алуы мүмкін. Ұрланған қыз осындай істерге қарсы тұру үшін үлкен батылдыққа ие болу керек. Кейбір қыздарды ұрлаған ер кісілер қыз көнбей асаулығын білдіргенде жағдай болмай бара жатқандығын сезініп қызды жыныстық қатынасқа зорлайды. Бұл әрекетті істеудегі пиғыл қыздың жыныстық қатынастан кейін пәктігін жоғалтса, онымен бірге абыройы да кетеді деген тұжырым. Қыздың ата-анасы қызын зорлықпен ұрлағандардан қорғаудың орнына көбінесе көрші қолаң туыстардың арасында болатын өсек аяннан қорқып, қызға жігіт жағында қалуды жиі кеңес етіп жатады. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексі адамды ұрлағаны үшін Қазақстан азаматы 4 жылдан 7 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. Алдын ала келісім. Қыз бен оның ата-анасының келісімінсіз шынайы алып қашудан басқа, қазіргі Қазақстанда күйеу жігіттің материалдық жағдайы толыққанды үйлену тойын өткізуге мүмкіндік бермегендіктен, қалыңдықтың екі жақты келісімі бойынша алып қашу имитациясы кең таралған. Осындай ақылдылықтан кейін салтанатты той күйеу жігіттің ата-аналары үйінде ғана өткізіледі. Бұл үрдісте үлкен үйлену салттарының азаюы мен арзандау тенденциясына байқалады. Ал егер осы видео сіздерге ұнаса, онда арнамызға жазылып, видеомызға лайк басып қоюларыңызды өтінеміз. Сау болыңыздар.